Audit. Жаңы базарға барайын. Алардың сіз айтқан жаңа сапатсыз деген шартын көрейін. Бардым көрейін. Емен маған мына азыр. Кече келіп, бүгін шешім шығарып жасасам болбойды. Жоқ дегенде бағы көрмей тұрып, жаңағы бұл кітапты оқыған емеспін, бірақ ойым айтып қойын деп егер бір адависім сар айтқандай. Понедельник күні жаңбыр жаққан күні бармын. Андай шешім қабыл алған бұл. Бірақ бір нәрсені айтып қойын. Bir ғана мыйзамдылық. Бардым десе мыйзамдылық. Мыйзамды сақташуымыз керек. İşkerlerді biz жаңағындай салық төлеуші, адамдарға жұмыс беруші, адамдар қатары бір адыр барыпту адамдарға айланышуымыз керек. İşkerlerді. Алардың барлығы жаңағындай қылып басым қылып, аларды жаңағындай басылқан болбойды. Ошондуктан biz мындан ары işkerlerге açıkпыз. Мына кече өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына 2025 жылы инвестиция Ош шаарына 44% министрлер кабинетinin төрағасы айтуда. Демек Ошқа келіп ақша салам, Ошта bir işkerlik кылам, бизнес ачам дегендер өтө кескин азайып кеткен. Талкалап бардыгын биз азыр айра калыбына келтирип, бүгүн мен кайрылуу жасайм. Урматтуу ишкерлер. Рахмат. Кыргызстандын кайсы булуну булушкан болбосун, кошуна өлкөлөр болобу, бизге келгиле Ошко. Стабилдүүлүк, тынчтык, ишкерлерди коргоп беребиз биз. Коргоп алардын. Мен мына азыр мэриядагы бардык кызматтардын өкүлдөрүнө да айтып атам. Ишкерлерге адамча мамиле кылгыла. Туура. Адамча кылгыла. Барын сүйлөшүп, мындай алардын үнүн уккула. Проблемадан качып кете берген менен чечилбей жүрө берет жылда. Ошон үчүн ишкерлерди Ошко келип акча салам дегендерди, бир чоң мындай инвестиция салам дегендерди биз коргоп, өзүбүз артынан чуркап жардам беришибиз керек аларды. Рахмат. Болбосо мондай жерибиз бар. Монда мүмкүнчүлүк берели силерге деп диалог менен, компромисс менен, сүйлөшүү жолу менен мындай чечишибиз керек. Анан келип эле проблемам бар, антип эле кагып силкип эле урушуп аларды антип берген болбойт. Ошон үчүн мындай жакшы мамиле кылабыз. Туугандар, мына понедельник кечеге убакыт бергиле. Мына бүгүн уже жума күн, билесиңби? Понедельник күнү мен азыр бүгүн эртең баарын кыдырып чыгайын. Кыдырып чыгайын, кайрадан жолугабыз. Өкүлдөрүңөр менен жолугабыз. Мен өзүм барамбы? Мен өкүлдөрүңөр кабар берем. Анткени же ал базарды көрбөсө, общий жолугабыз. Общий жолугабыз, өкүлдөрдү жолуктурбайбыз. Өкүлдөрдөн азыр силер үчүн мындай биз эки түшүп калдык. Биярда эмес чечим болушу мүмкүн. Бирок кайра кайтарабыз, ордуңарда отуруп чечим кабыл деген алыспын азыр. Убакыт бергиле кичине. Мен бир күн дагы иштей элекпин. Бир күн дагы. Менен биз канча объекттерди көрүп чыктык. Бүт кыдырып чыктык, эми. Келечек ордунда калат. Буюрса жакшы болот. Элге мамилебизди бүт шаардагы жетекчилер, күч органдары, милициясы болобу, прокурор болобу, бардыгын айтып атам мен азыр. Элге болгон мамилеңерди оңдогула.